Аслан кейде Томпыштың өзін толық естіп тұрғанын анық сезетін. Ол бөлменің арғы шетінде тұрып, оның атын атағанда мысықтың құлағы селт ететін, тіпті құйрығын аздап қозғап қоятын. Бірақ сол сәтте-ақ маңғаздана созылып, терезе алдында бұрынғысынша үнсіз отыра беретін. Аслан мысығына жақындап, мейірлене сөйлесе де, жауап ретінде тек баяу көз жыпылықтауын немесе селқос басын бұрып әкетуді ғана көретін. Бұл мінез оны әрі қызықтырып, әрі таңғалдырды. Неліктен Томпыш оны елемейтіндей кейіп танытады? Әлде расымен оған бәрібір ме? Бірнеше күн бойы ол Томпыштың әрбір әрекетін бақылап, оның мінезін түсінуге тырысты. Мысық расында да тек өз қалауымен әрекет ететіндей көрінді. Тамақ керек кезде ғана мияулап, көңіл күйі болғанда ғана аяғына оратылып, ал басқаша уақытта мүлде басқа әлемде жүргендей ұмыт қалдыратын. Аслан ойланып қалды. Бұл немқұрайдылық па, әлде керісінше, өзіне деген ерекше сенімді қарым-қатынас па? Томпыш шынымен оны естиді ме, әлде бұл бәрі мысықтарға тән бір құпия ма? Аслан бұл жұмбақ мінездің сырын түсінгісі келіп, интернеттен мысықтардың қылықтары туралы іздей бастады. Бірнеше мақаланы ақтарып отырып, ол ерекше бір зерттеуге көзі түсті. Ғалымдар мысықтардың иелерінің дауысын тани алатынын, бірақ көп жағдайда қасақана елемейтінін дәлелдеген екен. Аслан таңғалып қалды. Демек, Томпыш оны шынымен де естіп тұр, тек жауап бергісі келмей. Бұл оның еркелігі ме, әлде тәкаппарлығы ма? Әлде мысықтарға тән табиғи тәуелсіздік пе? Ол мақаланы оқи отырып, мысықтардың адамды естімей қалу емес, керісінше, өздері қажет деп тапқан жағдайда ғана реакция білдіретінін түсінді. Бұл иттердің иелеріне берілгендігінен мүлде өзгеше. Мысықтар өз ережесімен өмір сүретін, ал адамдар олардың әлеміне жай ғана қонақ болып кіретіндей сезілді. Аслан күлкісін тыя алмады. Мына Томпыштың тәкаппарлығына қарашы. Мен оған қанша рет сөйлесіп, атын атадым, ал ол мені байқамағандай кейіп танытты. Ал шын мәнінде ол мені басынан бастап тыңдап тұр екен ғой. Аслан мұнымен жайдан жай келісіп қала алмады. Жарайды, Томпыш мені еститінін білемін. Бірақ ол неге менің даусыма реакция білдірмейді? Деп ойлады ол. Осыны анықтау үшін бір тәжірибе жасап көруді ұйғарды. Алдымен ол телефоннан басқа адамдардың дауыстарын қосып көрді. Бірде бейтаныс ер адамның, бірде әйелдің сөйлегенін тыңдатты. Томпыш басында құлағын аздап қимылдатып, дыбыс шыққан жаққа көзін сығырайта қарады, бірақ аса мән бермеді. Бірақ Асланның көңілін аударған нәрсе, өзі даусын қаттырақ шығарып, Томпыш, бері кел деп шақырғанда мысық бір сәтке көзін жұмып, құйрығын баяу қимылдатып қойды да, сол орнында үнсіз отыра берді. Демек сен мені керемет естисің, бірақ әдейі елемейсің, иә, деп күбірледі Аслан. Сосын ол тамақ салынған ыдысты сылдырлатып көрді. Томпыштың құлағы бірден селт етті, бірақ әлі де орнынан қозғалмады. Тамағың дайын, деп шақырған кезде ғана мысық асықпай керіліп, бейқам басып жанына келді. Бірақ Асланға ең қызығы соңғы сынақ болды. Ол күтпеген ерекше дыбыстар шығара бастады, сықырып, кішкентай ойыншықтың шиқылдағанын естіртті, тіпті өзге жануарлардың дауыстарын қосты. Бұл енді Томпыштың назарын аударды. Ол құлағын тігіп, дыбыстың қайдан шығып жатқанын анықтауға тырысты. Бірақ неге дәл иесінің даусына осылай әрекет етпей? Жарайды, Томпыш, сен шын мәнінде өзің таңдаған нәрсеге ғана назар аударатын нағыз ақсүйек екенсің ғой, деп күлді Аслан. Томпыштың реакциясы Аслан үшін нағыз жұмбаққа айналды. Ол бөтен адамдардың дауысын тыңдатқанда, мысық басын көтеріп, көзін сығырайтып, дыбыстың қайдан шығып жатқанын мұқият тыңдайтын. Кейде құлағын тігіп, аздап жақындап та қоятын. Бірде телефоннан шыққан бейтаныс әйелдің нәзік дауысына тіпті құйрығын бұлғаңдатып, қызыға қарағаны бар. Бірақ сол телефоннан Асланның өз дауысын шығарса, мысық мүлдем басқа кейіп танытатын. Бір сәтке құлағын қимылдатып, жай ғана көзін жұмып, маңғаз кейіппен керіліп алып, арығай өз шаруасымен айналысып кететін. Аслан қанша рет даусын өзгертіп, ойнақы сөйлеп көрсе де, Томпыш оны тыңдауға құлық танытпады. Ол бөтен адамдарға қызығушылықпен құлақ түрсе де, өз иесінің сөзін әдейі елемейтіндей көрінді. Жарайды, түсінікті. Менің даусым саған қызық емес екен деп мырс етті Аслан, бірақ мен сені жеңемін, Томпыш. Осылайша ол мысығының назарын өзіне аударудың жаңа амалдарын ойлап таба бастады. Аслан 1-2 күн бойы Томпыштың бұл әрекетіне шынымен ренжіп жүрді.
Ол мысығына жан дүниесін ашып, оны еркелеткісі келеді, ал томпыш болса, бөтен адамдардың даусына елеңдеп, өз иесінің сөзін мүлде елемейтіндей көрінді. Сонда сен мені осынша жыл бірге тұрсақ та, бөтен біреулерден төмен көресің бе? Деп күрсінді ол. Томпыш ештеңеге алаңдамай, терезенің алдында керіліп, маңғаз кейіппен күнге қыздырынуды жалғастыра берді. Оның осы селқостығы Асланның тіптен жүйкесіне тиді. Бірақ біраз уақыттан кейін ол интернеттен оқыған мақаласын есіне түсірді. Мысықтар ешкімге тәуелді болуды ұнатпайды. Олар өздерін қожайын емес, тең иесі ретінде көреді. Олардың табиғаты солай, біреуге бағынышты болу емес, өз қалауы бойынша әрекет ету. Демек, сен мені естіп тұрсың, бірақ менің айтқандарым сен үшін міндетті емес, солай ма? Деп жымиды Аслан. Томпыш баяу көзімен жыпылықтатып, үнсіз ғана оған қарады. Бұл оның «иә, дәл солай» деген жауабы секілді еді. Аслан енді мысығына ренжімеуді шешті. Томпыш нағыз ақсүйек мінезді жануар. Ол өз қалауымен ғана әрекет етеді. Оған менің назарымда, махаббатымда керек, тек оны білдірудің өз ережесі бар деп ойлады ол. Бір күні Аслан қатты ауырып қалды. Денесі әлсіреп, басы айналып, тамағы ауырып, төсектен тұруға шамасы келмеді. Әдетте таңертең томпыштың еркелеп, аяқ астында жүруіне үйренген ол, бүгін мысықтың әрекетіне назар аударуға да шамасы жоқ еді. Ол көзін жұмып, көрпеге оранып, үнсіз жатты. Басқа күндері томпыш оның даусын елемейтін, ал қазір Аслан сөйлеуге де қауқарсыз еді. Мысықтың енді мүлде назар аудармай, өз тірлігімен айналыса беретінін іштей сезді. Бірақ күтпеген жағдай болды. Томпыш әдеттегідей терезе алдында күнге қыздырынып, немесе диванның үстінде ұйықтап жата берудің орнына бір түрлі әрекет ете бастады. Ол ақырын Асланның қасына келіп, төсектің шетіне отырды. Содан кейін абайлап оның бетіне үңіліп, құлағын тіге қойды. Бірнеше секунд үнсіз бақылап тұрған соң, мысық Асланның басына жақындап, жұмсақ мұрнымен оның бетін түртті. Жауап болмаған соң, тағы да түртті. Аслан әлсіз күлімсіреп, қолын көтеруге тырысты, бірақ шамасы жетпеді. Томпыш тағы да мияулады. Бұл жолы оның дауысы бұрынғыдан өзгеше шықты, әдеттегі ерке немесе талапшыл үн емес, бір түрлі мазасыз, алаңдаулы мияу еді. Мысық төсектің шетінде отырып, иесінің демін тыңдағандай болды. Сосын ақырын келіп, оның жанына жатып алды. Аслан күлімсіреп, көзіне жас алып, іштей ойлады, міне, сен мені естисің, Томпыш, тек өзің қалаған кезде ғана көрсетесің ғой. Аслан әлсіздіктен көзін әрең ашып, бөлмеге қарады. Терезеден түскен күн сәулесі перденің арасынан сығалап, бөлме іші жылы жарыққа толып тұр. Бірақ оның бойы тоңазып, денесі ауыр тартып, қимылдауға да шамасы жоқ еді. Даусын шығармақ болғанымен тамағы құрғап, үні шықпай қалды. Кенет бөлменің бір бұрышынан жұмсақ қадамдардың дыбысы естілді. Бұл Томпыш еді. Әдетте ешкімді елей қоймайтын тәкаппар мысық бүгін бір түрлі мазасызданып тұрғандай көрінді. Ол Асланның төсегіне жақындап, аяқ жағына жайғасты. Біраз үнсіз отырып, кенеттен мияулап жіберді. Бұл оның аштықтан немесе ойынға шақырғандағы дауыс емес, әлдеқайда жұмсақ, алаңдаушылық танытқан үн еді. Ол иесін тыңдағандай, бірде құлағын тігіп, бірде басын қисайтып, ақырын ғана оның бетіне үңілді. Томпыш ақырын қадамдап төсектің шетіне келді де, мұрнымен Асланның бетін түртті. Жауап болмаған соң, тағы бір мәрте түртті. Одан кейін құлағын жақындатып, оның тынысын тыңдай бастады. Тіпті бір сәтке ұзақ тұрып, терең ойланғандай көрінді. Аслан оның мұндай мінезін ешқашан көрмеген еді. Әдетте өзін патшадай ұстайтын, иесіне аса мән бермейтін мысық дәл қазір мүлдем басқа кейіпте тұр. Ол нағыз серік, нағыз қамқор дос секілді еді. Сәлден соң Томпыш өзіне ыңғайлы орын тауып, ақырын Асланның жанына жатып алды. Ол әдеттегідей жайғасып алып, көзін жұмып ұйықтап кетпеді. Керісінше алаңдағандай иесінің әрбір тынысын тыңдап, мияуламай үнсіз отырды. Аслан күлімсіреп көзіне жас алды. Міне, сен мені естисің, Томпыш, тек өзің қалаған кезде ғана көрсетесің ғой деп іштей ойлады. Аслан көзін жұмып, әлсіз жымиып қойды. Томпыштың қылығы оның жүрегіне жылу ұялатты. Ол мысығының қасында үнсіз отырып, тынысын тыңдап, оны шын мәнінде уайымдап отырғанын түсінді. Бұрын Томпыштың оны естімейтіндей кейіп танытып, қасақана елемейтінін ойлап, кейде ренжіп те қалатын. Бірақ қазір оның шынайы мінезін түсінгендей болды. Томпыш оны әрдайым естіп келген екен.
Ол да назар аударған, ол да бақылаған. Бірақ өз қалауымен ғана реакция білдірген. Бұл тек қырсықтық немесе тәкаппарлық емес, нағыз мысық табиғаты еді. Сен мені әрдайым тыңдап жүрсің ғой, иә, деп Аслан сыбыр етті. Мысық құлағын аздап қимылдатып, оған қарап қойды. Бұл оның үнсіз растауы сияқты көрінді. Аслан енді ешқашан томпышқа ренжімеуге шешім қабылдады. Ол енді түсінді, мысықтың сүйіспеншілігі мен сенімі адамдікі сияқты емес. Оларды мәжбүрлеу мүмкін емес, тек күту керек. Егер мысық өз қалауымен жаныңа келсе, демек, ол шынымен де сені жақсы көреді. Томпыш оның жанына жатып, баяу пырылдай бастады. Бұл үн Аслан үшін кез келген сөзден артық еді. Аслан басын жастыққа жайлап қойып көзін жұмды. Томпыштың жанына келіп, үнсіз қасында жатуы оған бәрін ұқтырғандай болды. Ол мысықтардың шынайы табиғатын енді ғана толық түсінгендей сезінді. Мысықтар еркіндікті сүйеді. Олар иттер сияқты иесіне бағынып, әр шақырғанына жүгіріп келмейді. Олардың өз ережесі, өз мінезі бар. Бірақ бұл олардың ешкімді жақсы көрмейтінін білдірмейді. Керісінше, мысықтың шынайы сүйіспеншілігі дәл осындай, мәжбүрсіз, адал, бірақ өз қалауымен ғана көрсетілетін сезім. Аслан енді мысығына бұрынғыдай ренжімейтін болды. Ол енді томпыштың өзін әрдайым тыңдап, бақылап жүретінін, бірақ тек өзі қажет деп тапқан сәтте ғана қарым-қатынас жасайтынын білді. Жарайсың, томпыш, деп күбірледі ол әлсіз жымиып. Мысық көзін сығырайтып, баяу пырылдай түсті. Бұл оның ең жылы жауаптарының бірі еді. Аслан терең ойға батты. Осы уақытқа дейін ол томпыштың мінезіне ренжіп, оны түсінуге тырысып, тіпті кейде көңілі қалғандай сезінетін. Бірақ дәл осы сәтте ол мысығының табиғатын шынайы қабылдағанын түсінді. Мысықтар иттер сияқты емес. Олар шақырсаң жүгіріп келмейді, иесінің көңіліне қарап әрекет етпейді, құрақ ұшып еркелемейді. Бірақ бұл оларда мүлде сезім жоқ деген сөз емес. Керісінше, мысықтар өз иесін жақсы көреді, тек бұл сүйіспеншілікті көрсету тәсілі өзгеше. Томпыш әрқашан оны естіп келген. Ол жай ғана өзінің тәуелсіздігін сақтағысы келген. Бірақ Аслан сырқаттанып, әлсіреп жатқанда мысығының шынайы қамқорлығын сезінді. Ол сөзбен айтпаса да, іс-әрекеті арқылы өзінің жанында екенін білдірді. Аслан мысығына қарады. Томпыш әдеттегідей паң қалпында емес, дәл қазір мейірімді, қамқор кейіпте болды. Ол баяу пырылдап, жанында жатып алды. Бұл оның «мен сені тастамаймын» деген белгісі еді. Сен мені әрдайым естіп жүрдің, бірақ өзің қалаған кезде ғана жауап қаттың ғой, деп күбірледі Аслан әлсіз жымиып. Мысық аздап құлағын қимылдатып көзімен жыпылықтады. Бұл оның үндемей келісуі сияқты көрінді. Осы сәттен бастап Аслан енді томпышқа ренжімейтін болды. Ол оның ерекше мінезін, тәуелсіздігін толықтай түсініп, оны дәл сол қалпында қабылдады. Енді ол мысығының әрқашан жанына келіп, айтқанын екі етпейтін жануар емес, өз еркіндігі мен даралығын сақтайтын, бірақ шын жүрегімен жақсы көретін серік екенін білді. Томпыш оны өз ережесімен сүйді. Ал Аслан болса, енді бұл сүйіспеншілікті түсініп, бағалайтын болды.